Жарайды, үшінші сабағымызға қош келдіңіз. Біз үшінші сабақта акция қалай жұмыс істейді тақырыбын қозғайтын боламыз. Бұл тақырып өте маңызды. Бұл жерде бізде ең бірінші бастайтын тақырып брокерлік компаниялардың қызметтері. Жалпы брокерлік компания қалай жұмыс жасайды, қандай брокерлік компаниялар бар, ашамыз. Және демошот дегеніміз не? Акцияларды жалпы алып сату процесі қалай жүріледі, ол жерде біз не білуіміз керек, жаңа лимит бағамен, маркет бағамен алып сатулар. Соңында бізге маржа деп айтамыз, немесе margin, ағылшынша margin туралы біз өтіп кететін боламыз. Брокерлік компания қызметі қазақша делдал деп атасақ та болады. Негізінде сатып алушы мен сатушылар арасындағы операцияны жеңілдету процесін жүргізетін үшінші компания деп айтсақ та болады. Бұл компанияның мінезі жұмысы сізге мысалы Tesla компаниясының акциясын алуға платформасымен және де басқалай қызмет жасайды және содан комиссия алады екен. Мысалы сіз Tesla, Apple, Amazon немесе Google компаниясының бір акциясын сатып алуға тапсырған жағдайда ол орындалған сәтте брокерлік компания тапсырысын орындағаны үшін сізден комиссия алады. Комиссиясы ол брокерлік компанияға байланысты әртүрлі болады екен. Сол туралы ашайық. Жалпы бізде қазір көп қолданылатын брокерлік компаниялар біріншісі Freedom Finance немесе Freedom Broker деп атасақ та болады. Аттарын өзгертіп қазір Freedom Broker болып жатыр. Оның ішінде бізде TraderNet деген платформаны көбінесе қазір жағдайда ашып жатыр. Global деп аталады, TN Global. TraderNet деген платформасы арқылы біз алып сата аламыз. Сол жерде телефоныңызға отырғызатын қондырғылар бар. Солар арқылы сіз телефоныңызбен алып сата аласыз, және де компьютермен алып сата алатын мүмкіндік сізге ашылады. Жалпы брокерлік компаниядан шот ашу ол банкіне шот ашқанмен бірдей. Брокерлік компаниялар көбінесе банк сияқты қызмет атқарады. Олардың лицензия алу керек оларға, оларда кәдімгі тексерілген сондай компаниялар болады дейміз. Кез келген адам брокерлік компания жасай алмайды дейміз. Олар көбінесе сондай қызметтік түрде жұмыс жасайды. Екіншісі Interactive Broker. Interactive Broker америкалық брокерлік компания, Американың алғашқы үшке кіретін компаниясы айтсақ та болады. Бұның платформасы сол тегін платформасы бар, IB деген платформасы бар, немесе iSign, сіз DAS-Pro немесе DAS-Trader деп те аталады. DAS-Pro басқа бір платформаны iSign $150 ақша төлеп, Interactive деген брокерлік компаниямен жалғап, сіз мына платформасын қолдансаңыз болады. Бірақ платформаға ақша төлейсіз яғни. Interactive Broker'дың тегін платформасын қолдануға болады алып сатуға, бірақ ол жерде платформаны қолдану кішкене қиындау болуы мүмкін сізге. Бірақ оған байланысты бізде қосымша видеолардың бәрі жасалынған, қалай қолдануға байланысты. Жалпы Interactive Broker'дан шот ашуға болады. Біз оны келесі сабақтарда сіздерге толықтай ашатын боламыз. Қазақстан қазір жағдайда америкалық Interactive Broker компаниясының ғана бізге шот ашатын мүмкіндік бар. TD Ameritrade деген брокерлік компания бар. Бұның Thinkorswim деген платформасы бар. Бұл компанияның аты, платформаның өздерінің аттары болады деген. Платформа деп отырғанымыз кез келген қондырғы компьютеріңізға немесе телефоныңызға қойып, сіз алып сатуға қолданатын жаңа программа деп айтсақ та болады. Енді TD Ameritrade'ден дәл қазір жағдайда Қазақстанда шот аша алмайсыз. Ашып үлгерген адамдар бар. Біз алғаш жалпы үйрету бастаған кездерде біз TD Ameritrade'ді Қазақстанда шот ашуға мүмкіндік бар болатын. Олар қазір біраз елдерде жауып тастағандықтан біз аша алмаймыз. Сондықтан бізде ең бірінші, екінші варианттар біздің қазіргі жағдайда қолдана алатын вариантымыз деп біз қабылдасақ болады. Брокерлік компания туралы болса, енді біз брокерлік компаниямен жалпы тура ақшамызды салып, акцияларға инвестиция жасап немесе трейдинг жасамастан бұрын бізге демо шот ашу керек. Демо шот немесе демо аккаунт деп атаймыз. Кейбір жағдайда paper trading, paper money деп те аталады. Жалпы демо шоттар дегеніміз бізге тәжірибесі, пайдаланушы тәжірибесі мен платформалық функцияларын сынауға мүмкіндік үшін ұсынылады. Негізінде біріншіден кез келген брокерлік компанияның кез келген платформасында демо шот ашуға мүмкіндік көбінесе болады. Соның өзінің платформасын сіз көріп, алып сатып көріп, платформасын ашып, қалай анализ жасайсыз дегіз. Алғаш үйреніп жатқан адамдар сіздерге ең алдымен демо шот ашып, соның барлығын
жасау керек бірінші айтқанда. Екіншіден, сіз демо шот болғаннан кейін сіз оларды жаңағы сізге жалған ақша беріледі электрондық тұрғыда. Сол ақшаны сіз инвестиция жасап, портфелиоңызды ашып, немесе акцияларды алып сатып деген трейдинг жасап, сізге соның барлығын үйренуге сізге үлкен мүмкіндік. Біз көбінесе трейдинг view деген веб-сайт деп айтсақ та болады, негізінде платформа деп аталады. Трейдинг view платформасы арқылы біз осы демо шотты ашып, біз жұмыс жасаймыз. Сіздерге соны үйретеміз. Себебі біз мысалы Freedom брокерлік компаниядан біз шот аштық дегеннің өзінде біз нағыз анализімізді, нағыз графиктарды біз трейдинг вьюдан жұмыс жасай берсек, бізге оңай болады. Себебі дүние жүзінде трейдинг вьюді қолданады. Оның тегін версиясы бар. Сіз тегін версиясын алып, демо шотыңызды ашып қолдана бересіз. Ол жерде ақша қойылады, ақшаны өзіңіз шектесеңіз болады, алып сатып көресіз, индикаторлар қосасыз, яғни бүткіл практиканы сол жерде жасайсыз дегенсіз. Өте жақсы. Демо шот бұрыннан бері келе жатқан жағдай, бұл өте сіз үшін таптырмайтын. Қазір заманауи мысалы демо шоттар кәдімгідей шын акцияны алып сатып жатқанмен ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан сіз үшін бұл практика жасайтын бірден бір үлкен құрал, мүмкіндік. Сондықтан көбінесе біз демо шотпен бастайды екенбіз. Бізге шын ақшамен риск алып бастау үшін демо шотпен жұмыс жасау керек болады. Енді демо шоттың сыртында жалпы бізге түсіну керек. Акцияларды алып сату үшін бізге бірнеше затты түсіну керек. Оның ішінде 3 нәрсе бар. Біріншіден бит бағасы, ask бағалары және де spread деген 3 нәрсені бізге түсіну керек. Акцияға қалай кіру және шығу керектігін түсінбестен бұрын біз сұраныс, бит деген яғни сұраныс бағалары екен да, ұсыныс, ask деген ол ұсыныстың бағасы. Яғни ask менен биттің айырмашылығы арасындағы айырмашылық, енді неше цент болады, неше доллар болады, сол айырмашылығы бізде spread деп аталады екен. Енді бит пенен ask-ны былай айтсақ, мысалы кез келген мысалы iPhone деп аталатын болсақ, сіз iPhone-ды сатып алатын болсаңыз, сіз iPhone-ды арзан бағамен алуға тырысасыз. Мысалы мен iPhone-ды мен 500 доллармен алғым келеді. Бірақ сатқысы келетін адам мысалы 600 доллармен сатқысы келеді деп ойлайды. Енді сатып алғысы келетін адам үнемі арзан алуға тырысады, яғни ол бізде сұраныс деп аталады. Сатқысы келетін iPhone-ға адамдар, олар ұсыныс болып есептелінеді. Енді біреу арзан алғысы келеді, біреу қымбат алғысы келеді, осының ортасынан жалпы баға деген нәрсе пайда болады. Енді биржада бағаны автоматты түрде ешкім тоқтатпайды екен. Ол сұраныс пенен ұсыныс, ағылшынша demand and supply деп атаймыз. Осы екеуінің ортасынан жалпы биржадағы акцияның бағасы пайда болады екен. Осы екеуінің жаңағы мысалы 500-ге алғысы келіп тұрған адамдар 500 деген бағаны алғысы келеді, сатқысы келетін адамдар 600-ден сатқысы келетін, осы екеуін 600-ден 700-ді алып тастағанда 100 доллар айырмашылық, ол спред деп аталады. Спред негізінде бұл көп жағдайда exchange, яғни биржа қорларының комиссиясы деп аталады. Бұл тікелей брокерлік компаниялардың алатын комиссиясын сыртында бізден алатын комиссия ретінде есептелінеді. Жаңағы Nasdaq, Нью-Йорк қор биржасы, Қазақстанда мысалы KASE, AX деген. Осылардың алатын комиссиясы ретінде есептелінеді. Енді оларда былай айтқанда тегін жұмыс жасап жатқан жоқ деген сияқты. Бірақ ол тікелей бізден жұмысымызға, сервисімізге алып жатқан жоқ. Олар өздері сол акцияға спред жасау арқылы ортасынан ақша табады деген сөз. Енді бізге осыны түсіну керек. Біріншіден, спред деген ол жаңа бағаның арасындағы айырмашылық деді. Жалпы алғанда таралу мөлшері неғұрлым аз болса, өтімділік жақсы болады. Яғни спреді аз болған сайын біз үшін пайда болады. Егер спреді жоқ болса, біз үшін зиян екен. Егер мен мысалы алатын адамдар 500-де, сататын адамдар 501-де болса, 501 артатында 1 долларған айырмашылық бар. Яғни ол мысалы жаңа 500-де 600-ден салыстырмалы түрде өте бізге тиімді баға. Себебі сіз нарықтық бағамен акцияны сатып алып қалдыңыз, кнопканы бастыңыз, сізге
ұсыныстардан сатылады екен автоматты түрде. Өйткені сататын адамдар сол жерде ғана тұр ғой. Яғни сіз солардан акцияны аласыз ба, 600-ден алсаңыз уже енді сіз сол 600-ге сата алмайсыз. Өйткені сатып алатын адамдар 500-ден ғана сатып алғысы келеді. Сонда сіз уже сатып алдыңыз, сразу минусқа кіріп кетуіңіз мүмкін. Сол себепті бізге осы қай бағадан сатып жатыр деген нәрсе өте маңызды. Бірақ бұл көбінесе day трейдингға маңызды. Сіз акцияларды тез уақытта алып сатқан кезде сол спред сізге тура әсер етеді. Біз ұзақ уақытқа біз оны нететін болсақ, егер инвестиция жасайтын болсақ, бізге қатты тікелей бізге айырмашылық болмауы мүмкін. Сондықтан біз соны тағы да айыра білуіміз керек. Бұл негізінде көп serious трейдер адамдарға немесе күнделікті акцияларды алып сатып қысқа уақытта жасайтын адамдарға көбіресе арналады деп айтсақ та болады. Мысалы TD Ameritrade деген Trading View деген платформа, жаңағы платформасы. Осыны қолдану несі туралы бізде жеке сабақтар бар, соны көріп шығасыздар. Қалай шот ашамыз, қалай демо шот ашамыз, брокер компанияға байланысты бізде сабақтар жеке айтылады. Дәл қазір жағдайда мысалы платформада бізде график осылай жалпы жасалынады. Бұл жерде оң жағында бағасы бар, астында уақыты бар. Енді уақыт өткен сайын баға өседі, түседі деген сияқты осылай график пайда болады. График деген бағаның өсіп түсіп жатқанын көрсететін сызықтар. Бұл сызықтарда қарасаңыздар мына жерде қызылда ask, жасылда bid деп тұр. Немесе мына жерде тұр, қызылда ask, жасылда bid деп тұр. Мысалы Tesla компаниясында, мысалы ticker symbol деп атаймыз, ticker symbol, яғни Tesla компаниясы белгісі биржада TSLA деп белгіленеді. Кез келген компанияның өзінің сондай белгілері болады. Мысалы Tesla компания, оны сіз Google-ден қарай аласыз. Tesla компаниясы қарасаңыз TSLA деп тұр. Сатушылар акцияны 871,6-да сатып отыр. Ең арзанға сатып отқандар ғой. Енді ода қымбатқа сатып алуға заказ беріп қойған адамдар көп деген сөз. Бұл ең арзанын алады. Ең қымбат бағаға сатып алмақшы болып тұрған ол 861-де. Яғни бұл екеуінің айырмашылығында уже $10 6 цент болып тұр. Бірақ бұл 800 неше доллардың акциясы болғандықтан бұл $10 процент бойынша қатты жоғары емес. Егер бұл арзан акция болса, $10-20 акциясы болса, бұның спред несі айырмашылығы аз болады. Сондықтан ол акцияның бағасына байланысты, тікелей бағасына байланысты. Енді осы сұраныстар, сатып алушылар сұрап жатқан бағасы, сатушылардың бағасы. Енді үнемі осындай сатып алушы мен сатушылар үнемі болады. Үнемі биржада алыным сатулар болады, үнемі сделкалар болады. Сондықтан бұл спред деген айырмашылығы өсіп түсіп тұрады. Сатып алушылар көбейіп, қандай бір жақсы жаңалық шықты Теслаға мысалы, онда Тесланың бағасы өседі екен. Неге дегенде адамдар жақсы жаңалыққа байланысты бұны өседі деп болжайды, сосын акцияларды ала бастайды, сатып. Сол кезде сұраныс көбейеді. Сол кезде адамдар қымбат болса да ала бастайды. Сол кезде бұл сатқысы келіп тұрған адамдар акциясын қымбатқа сатуға тырысады. Заказдарын алып тастайды да, атмен қымбатқа жасауға тырысады. Осы кезде акцияның бағасы былай өседі екен. Керісінше, егер жаман жаңалық шықса, мысалы Tesla компаниясы Elon Musk өзінің акцияларын сатып жатыр дейтін болса, мүмкін жаман жаңалық болып есептелінеді, бәрі акцияларын сатып отырсады. Сол кезде жарысады сатуға арзанға. Сол кезде жарысқан кезде сатып алғысы келіп тұрған, заказ беріп тұрған адамдар арзанға алуға тырысады. Өйткені олар түсініп жатыр арзанға сатады деп акцияны. Сондықтан олар арзанға алуға тырысады, беріп қойған заказ ордерларын ол атмен жасайды. Осы кезде акцияның бағасы құлайды екен. Кейбір жағдайда да ойлауыңыз мүмкін, мысалы акция құлап жатқан кезде кім алады деп. Кейбір жағдайда сол exchange, жаңағы қор биржалар сіз екеніміздің акциямызды сатып алады екен. Сол үшін ол сондай риск алып жатқандықтан, биржаны жүргізу үшін риск алып жатыр деген айналымын жасарту үшін. Сондықтан олар спредтан үнемі пайда көреді екен деп есептеймін. Бұл енді солай болатын нәрсе бізге білу керек. Оның сыртында біз биржада акцияны сатып алу үшін немесе сату үшін бізде екі жол бар. Біріншісі лимит бағамен сатып алу, сату, немесе маркет бағамен сатып алу, сату. Енді оны ордер деп айтамыз, лимит ордер немесе маркет ордер. Бұл жерде маркет баға дегеніміз, маркет ордер, ол дәл қазіргі немесе нарықтық бағамен мүмкіндігінше тез орындалуға арналған тапсырыс, ордер. Яғни мен кнопканы бассам, маркет бағамен алам десем, онда маған қайтеді тез арада
мен сатып алуға берсем, сатқысы келіп тұрған ең жақын ордерлерден маған акцияны автоматты түрде платформа орындап береді екен. Брокер компания маған алып береді деген сөз. Яғни мен осы бағамен сатып аламын деген сөз. Енді мен оны қайтадан маркет бағамен сатып жіберсем, онда маған мынамен сатып жібереді. Яғни ортасындағы жаңағы спред, айырмашылық, ол менің қалтамнан минус болып шығып береді деген сөз. Сол себепті бізде маркет бағамен алып сатқанда абай болу керек. Өйткені бұл біз үшін тиімді заказдың ордері немесе заказдың түрі емес. Лимит баға, лимит ордер, ол сіз сатып алуға немесе сатуға дайын болатын максималдық немесе минималдық бағаны белгілейді. Яғни мен дәл қай бағадан қанша акциямен сатып алғым келеді деп мен ордер беремін, заказ беремін. Соны кнопканы басқан кезде дәл сол бағадан ғана мен аламын деп сіз өзіңіздің заказыңызды қоя аласыз. Мысалы, Теслада болғанда мен 767-де сатқысы келіп тұр акциялар, бірақ мен 767-ге алғым келіп тұрған жоқ. Мен 861-ге ғана алғым келеді. Мен арзанмен алғым келіп тұр ғой. Сондықтан мен 861-ге аламын деп мен қойып қоямын, лимит бағамен. Сол кезде мен 861-ге адамдар сатқан кезде акциялар, менің заказым орындалады деген. Сол кезде мен акцияны сатып алған боламын. Бірақ мен арзан бағамен, өзімнің қалаған бағамен алып жатырмын. Маркет бағасы қалаған бағамен алмайсыз. Қозғалып тұрған бағадан ең сатып жатқан заказдың төмен бағасын сізге жинап береді акциялар. Жалпы болғанда осындай. Сол себепті бізге бұны түсіну керек. Бұны сіздер енді платформаны түсінген кезде, сіз платформаны көретін сабақта түсінген кезде өздеріңіз түсінесіздер. Ол кезде маркет лимит туралы айтылады, және де соның енді ар жағындағы идеясын сізге қазір түсініп алу керек. Сол кезде платформа жұмыс жасағанда мынау маркет баға, мынау лимит баға, яғни мен тез алу үшін акция өсіп кете тұрғанда мен тез маркет бағамен алуым керек, немесе сатуым керек, тез құлап кетпеу үшін. Немесе дұрыс бағамен алып, дұрыс бағамен сатқым келсе, мен алдын ала заказ беріп қоя аламын лимит ордермен дегенді түсініп алу керек. Биржада біз екі түрлі жолмен ақша табамыз. Біріншіде long позиция деп аталады. Биржада біз өскеннен ақша табамыз, және де құлағаннан ақша табамыз. Биржада өсуден ақша табуды біз long позиция деп аталады, немесе ағылшынша long buy. Long buy деген ол не? Бұл қандай кез келген акцияның бағасы өседі деген болжаммен акцияны сатып алу. Қазақша ұзақ позициясы деп атауға да болады, бірақ негізінде long позиция деп аталады. Мысалы, сіз Apple деген компания, мысалы, бір акциясын $150 мысалы сатып алдыңыз, мына маңайда сатып алдыңыз. $150 не тұр? 150 ортасынан 150 сатып алдыңыз. Оны сіз қайтесіз $200 барғанда сататын болсаңыз, сіздің бір акциядан табатын пайдаңыз неше? $50. 10 акцияңыз болса, сізден $500 пайда болады дейсіз. Яғни осыны біз арзаннан алып, қымбатқа сатуды біз long позиция деп атайды екенбіз. Бұл енді термин бар. Бұны жаттау керек. Short позиция дегеніміз ол акцияны құлағаннан ақша табу. Акцияның құлағаннан да біз ақша таба алады екенбіз. Яғни short позиция болғанда біз кез келген компанияны, мысалы Meta, Facebook компаниясы, бірақ мен бұны құлайды деп болжап тұрмын. Жаман жаңалығы болуы мүмкін, техникалық, фундаменталдық анализға байланысты. Немесе қандай бір менің анализім бойынша бұл құлайды. Мен бір акцияны $30 құлайды, түседі деген болжаммен мен қайтем, дәл қазір $370 сатып жіберемін. Сол кезде қысқа позиция, шорт позициясы ашылған болып есептелінеді. Біз енді long позицияны еткенде алдымен сатып аламыз, сосын бір сатамыз ғой. Мысалы, мен iPhone-ды сатып аламын да, сатып жіберемін. Short позиция керісінше, мен алдымен сатып жіберемін. Енді мен сізге iPhone-ды былай түсіндірейін. Мысалы, мен егер мен бұл акция емес, iPhone болатын болса, мен қайтем. Мен iPhone-ды әзірге брокерлік компаниядан қарызға аламын да, ол брокерлік компанияда iPhone-дар бар маған қарызға беруге. Оны қарызға маған арендаға береді қысқа уақытқа. Сосын мен аламын да, оны бір адамға дәл қазіргі нарықтық бағасы $370 болды деп ойлаймын. Мен сатып жіберемін. Сұраныс ұсыныс үнемі бар ғой. Біреу алып жатады, біреу сатып жатады, үнемі биржада сондай сұраныс ұсыныстар болып тұрады. Биржаның ашық уақытында. Сол кезде 370-те мен қымбат бағада тұр, мен ойлап жатырмын. Ол 300-ге дейін құлайды, түседі. Неге? Өйткені оның менің анализім бойынша ол құлайды. Енді мен қайтем, күтем. Акцияның 30-ға да 300-ге дейін құлаған. 300-ге дейін құласа, мен қайтем, басқа біреуден сатып аламын да, мен сатып алған кезде, енді мен сатып жібердім ғой. Енді мен
брокерлік компанияға iPhone қарыз болып қалды. Оған мен iPhone-ды қайтаруым керек. Брокерлік компанияға бұның бағасы маңызды емес. Бұның олар тек қана маңызды, оларға несі маңызды? Бұның iPhone-ды қайтару маңызды. Бірақ олар комиссия алады сізден. Қосымша сіз сделканың сыртында шортқа акцияны беріп атқандықтан сізге қосымша қарызға не алады екен, комиссия алады екен. Сол себепті біз шорт жасағанда бізге қайтеді екен. Бізге ортасындағы пайдасы маған қалтама кіріп келеді. Бірақ шорт жасағанда біз алдымен сату кнопкасын басамыз. Сатып алу емес, сату кнопкасын басамыз. Егер мен сату кнопкасын бассам, алдымен сатып жіберсем, мен шорт позицияға кіріп жатырмын. Яғни маған позициядан шығу үшін сатып алу керек дегенді түсініңіздер, окей? Бұны біз платформа жасаған кезде біз кнопканы қалай басамыз, қалай жасаймыз дегенді толық тағда көретін боламыз. Шорт позиция деген енді осы. Шорт позицияның сыртында бізде маржин деген түсінік бар. Маржа деп аталады. Бұл брокерлік фирмадан немесе брокерлік компаниядан инвестицияға алынатын, былай айтқанда қарызға алынатын ақша деп айтсақ. Бұл инвестордың шотындағы бағалы қағаздардың жалпы құны мен брокерден алынған қарыз сомасы арасында айырмашылық. Сатып алушы трейдер қосымша ақшаны құнның тек пайызын төлейді. Брокерлік иесі беруші ретінде болса, инвестор шотындағы бағалы қағаздарды кепіл ретінде жүзеге асырады. Менде мысалы шотымда $10,000 бар. Freedom брокерлік компаниясында менде $10,000 бар. Мен Apple компаниясының акциясын алғалы тұрмын. Өседі деп болжап тұрмын. Өте жақсы жаңалық бар. Мен бірақ өседі деп ойлап тұрмын. Бірақ мен $10,000 емес, мен $30,000 алғым келеді деп ойлаймын. Яғни ол жағдайда брокерлік компаниясы $20,000 қосымша қарызға береді екен. Сіз $20,000 Apple компаниясын сатып аласыз да, қайтесіз. $20,000 аласыз да, сіз $20,000 қосымша береді, сіз $30,000 сатып аласыз да, қайтесіз. Қымбатқанда сатып жүресіз. Егер сіздің анализіңіз дұрыс шықса, сіз пайдасын сіз көресіз. Бірақ брокерлік компания сізге $20,000 қарызға береді, сол ақшасы бойынша сізден қайтеді. Сізден не алады? Сізден қосымша комиссия алады, пайыз алады. Пайыз қалай алады дегенде, бір жылда, мысалы, Freedom брокерлік компания бір жылда 18% жобамен, орташа есеппен 18% сізге алады. Яғни сіз оны бір жыл ұстасаңыз, сізден $мен 18% сізден алады. Егер сіз оны бір күн ұстасаңыз, 18-ді 365 күнге бөлгенмен, сізде бір күнмен есептейді. Сондықтан сіз шорт маржа қолданған кезде байқау керек. Себебі екі нәрсе, біріншіден сізден ақша алады комиссияға. Сол ретінде сіз үшін ол зиян болуы мүмкін. Шортқа кіріп жатқан сияқты оның рискісі жоғары. Шортқа кіріп жатқанның да рискісі жоғары. Өйткені ол акция өскен кезде қатты өсіп кетеді ғой. Құлаған кезде нолға дейін құлайды. Бірақ $10-дан ол $20 барса, сіз 100% минусқа кіресіз. Шорттың мысалы рискісі сонда. Өйткені акция құлаған кезде нолға өсетін болса, шексіз өседі. Шортта сіз өскеннен минусқа кіресіз. Маржада болғанда сізде $10,000 бар. Бірақ сіз $30,000 мен акция алып тастадыңыз. Енді сіз қандай бір жағдайда сіздің емес, сіздің болжаған бағытыңызға емес, ол құлап кетсе сіз минусқа кіресіз. Бірақ сіз $30,000-дан минусқа кіресіз. $30,000-дің $10,000, ол тек қана 33%. Яғни сол акцияның бағасы 33% төмен қарай құлағанда сіздің акцияңызды автоматтық түрде сатып жібереді брокерлік компания. Оны margin call деп атаймыз. Енді margin call дегеніміз ол сізде кәдімгідей сіздің ақшаңыз 0 болып қалатын шанс бар. Қай кезде шанс бар? Шортқа кіргенде шанс бар, маржа алғанда шанс бар. Осы екеуін сіз тәжірибелі болған кезде ғана қолданған дұрыс. Әйтпесе сіз тек қана өзіңіздің акцияңызбен лонг позиция жасай беретін болсаңыз, ол банкрот болып кетпейтін болса, ол компания жалпы былай нормально. Жалпы былай жасауға болады. Маржа деген осы. Негізі маржаға байланысты. Егер сіз америкалық брокерлік компанияда шот ашсаңыз, сізге бірнеше нәрсені білу керек. Мысалы, интерактив брокердан шот ашсаңыз деп ойлайық. Сізде екі түрлі вариант бар. Кэш аккаунт ашасыз, кэш шотын ашасыз, немесе маржа шотын ашасыз. Маржа аккаунт. Кэш аккаунт ашқан кезде көбінесе $25,000-дан төмен ашылғанда, төмен ақша салғанда уже сізге автоматтық түрде негізі кэш шот ашылады. Егер сіз тек қана кэш шот ашатын болсаңыз, негізі күніне бір рет трейд жасай аласыз. Алып сата аласыз күніне бір рет. Бұл жерден кішкене шатасып алуларыңыз мүмкін. Кішкене не жазылып кеткен сияқты. Күніне бір рет акцияны, мысалы мен Tesla компаниясының акциясын алдым, сатып жібердім сол күні.
ол бір сделка ретінде жасалады, бір трейд. Күніне бір рет, осылай 5 күн жасай аласыз негізінде. Маржа шот ашып алып, сіз 25 мың доллардан аз ақша болып, бірақ маржа шот ашсаңыз, онда сіз мынадай болады, мына жерде кішкене шатасып жазылып қойған. 5 күннің ішінде сіз 3 рет дей трейдинг жасай аласыз. Бірақ сіз маржа шот ашқан кезде сіз шорт жасай аласыз, шорт селлинг. Маржа шотта кэш шот ашсаңыз, шорт жасай алмайсыз, шорт селлинг жасай алмайсыз. Онда тек қана лонг позиция, өскеннен ғана ақша табасыз. Маржа шот ашатын болсаңыз, шорт жасай аласыз, бірақ маржа 225 мыңнан төмен болған жағдайда сіз 5 күн, мысалы дүйсенбіден жұма деп ойласақ, сіз 3 трейд, 3 сделка ашып жауып аласыз. Яғни аштыңыз, жаптыңыз, бір сделка болады. Бірақ сіз аштыңыз, жаптыңыз, яғни сіз бір күннің ішінде ашып жатсаңыз, бүгін дүйсенбі күні аштыңыз, дүйсенбі күні жаптыңыз, бір сделка. Дүйсенбі күні ашып, сейсенбі күні жапсаңыз болады, бірақ сіз бәрібір де сіздің ақшаңыз, мысалы 10 мың долларыңыз сразу қолдан алмайсыз ақшаңыз. Сіз аштыңыз, жаптыңыз, сіздің ақшаңыз 2 күнде шотыңызға қайтып кіреді. Ол банктен банкке барып, сіздің ақшаңыз қайтадан қолдан алатын уақыт 2 күн. Сол кезде сіз бәрібір де 10 мың долларыңызда 5 күннің ішінде қайта сделка аша алмайсыз. Мысалы, сондықтан біз көбінесе, мысалы 10 мың доллар болса, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма деп 3-ке бөліп трейд жасаймыз. Алып сатамыз 3 күн. Немесе біз бөліп қолданамыз. 3 мың доллар, 4 мың доллар деп. Солай бөліп ақшамызды қолданамыз. Бірақ сізде 25 мың доллардан жоғары ақша болған жағдайда сізде ешқандай шектеу болмайды, шексіз трейд жасайсыз. Ол кезде сіз 25 мың доллармен алып сатып жасай бересіз. Ол кезде сіздің ақшаңыз күтіп тұрмайды деген сияқты. Мына bank settlement, regulation дегендер бұл кэш шотқа, кэш аккаунтқа байланысты екен. Бұл енді Interactive Broker'дан шот ашқан жағдайда. Бірақ сіз егер Freedom Finance'тан шот ашқан жағдайда сізге автоматтық түрде 4 есе маржин береді. Яғни сізде 10 мың доллар бар болса, сіз қайтесіз 4 мың доллармен трейд жасай аласыз. 40 мың доллармен. 30 мың, 40 мың сонымен жасай аласыз ғой. 1000 доллар болса, сізде 3 мың, 4 мың доллармен жасай аласыз. Енді көру керек жобамен сол 3 мың, 4 мың доллармен. Яғни сізге қосымша ақша қарызға беретін сізге мүмкіндігі ашады деген. Бірақ олар комиссия алады деген ұмытпаңыз, процент алады. Сіз оның ақшасын қолданып жатқандықтан. Сіз тек қана өзіңіздің ақшаңыз, салған ақшаңызбен алып сата беретін болсаңыз, ешкім сізден ақша алмайды, қосымша тек қана комиссия ғана ақша алады. Freedom Finance'та бізде маржа немесе кэш деп, кэш аккаунт, маржа аккаунт, кэш шоты, маржа шоты деп бөлмейді. Бір шот ашасыз, сізге қосымша leverage деп аталады, осыны береді, жұмыс жасай бересіз ғой, алып сатып жасай бересіз. Бірақ жалпы маржа қолданғанда бізге байқау керек, рискісі жоғары. Келесі сіздерге ескертетін нәрсе, сіз Freedom Finance'тан шот аштыңыз, шот ашқанға байланысты сізге жеке видео бар, жасалынған, берілген, соны қарап шығыңыз, сосын сіз шот аштыңыз Freedom Finance'тан. Енді сіз шот ашқаннан кейін қайтасыз, шорт позициясын ашқан кезде сізге мына маржа деген нені қозғау керек болады, басып нету керек, ауыстыру керек. Сол кезде ғана сіз маржа шорт позицияға кіре аласыз және маржа қолдана аласыз. Ішіне кіріп, сделка ашқаннан кейін, мына кнопканы басасыз, котировки деген басасыз, содан приказ басқаннан кейін, мына нәрсе шығады, сіз қандай бір акцияда тұрсыз ғой. Мысалы, Tesla ма, Apple ма, бір акция кірдіңіз. Мына жерде біз Apple-да тұрмыз. APL деген тикер символ белгісімен кірдіңіз. Сосын кіргеннен кейін сізге приказға кіресіз. Приказға кіргеннен кейін настройка приказа деген кіретін болсаңыз, мына жерде маржа осыны ашасыз кнопканы басып. Сол кезде барып сіз маржа қолдана аласыз және шорт позиция аша алады екенсіз. Қоспаған жағдайда сіз аша алмайсыз. Соны естеріңізге сақтап алсаңыздар дұрыс болады. Жалпы осы 3-ші сабағымыз осы жерден аяқтадық. Біз келесі сабақтарымызда қосымша информациялармен жалғастыратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.